Ата, мына ачкыч. Тамақты ұзатпай чоңыз. Боп тұрмыр. Мынау кішіне фальш болуды. Ата, бүгін біраз кечірек келем, репетициям бар. Қанша айтам саған чоқчытпай жүрді? Жүрегім ұшып қалды ғой. Кел апаптық қой. Жүрегім. Сайқал. Баяғы бар ғой. Ошоны бүтірмедім бе? Тұрсам, оп көрсем. Жүр. Кел, отыр. Елестет. Сахна. Башта шляпа. Тиште брекет. Бұтта туфли, үстінде костюмшым. Асман қараңғы. Алдымда сүйгөнім Нагима. Алпарычы шығып тұрып, алдыңыздарда жарманке дегенде бала шығып тұрып, қолына гитарасын алып тұрып. О, қарындаш, ха-хей, балдан шірен сөздерің, алдық бачырайған көздерің байкеңден жүрмелеп алды ғой. Қадим сөзіменен қайбаған көзіменен кетіп барат байкең сен снайпердікінде олған көздеріменен мелеп алды ғой. Қарындар, сен бір ұқчы көкіректегі арзуларымды, ансызда есі сақтап жүрем жүректегі сүй арзу бағымды. Қандай екен Сайқал? Ыр жақшылы, бірақ бұл хит болуш үшін да іштеш керек қой. Іштеш керек? Ушыда әрбі? Іштеш керек? Кстати, Жұмыш, сөйлешіп қойдым. Бірақ Рысбайдан алдым деп айт. Жарман кетесең білбейді. Аларан кені мен жарман кеткенін білбейді да. Мен қачан қана хит болып жарман ке олғандайын анам біледі. Рахмат саған. Сен шынығы досың да. Мен барайын. Сайқал? Қытайын алып бербейсің? Номер алсаң әлі болды. Бұйырса. İşte baştan da alırım. Buyursa. Интересно. Бәлкім шын ештеп қойым. Бәлкім шын хит болды. Қарындаш, айтшы маға жашыңды. Сені көріп қайғым басылды. Көңіл açıldı. Sağınamın, alыстамын мен дебе, жолуғалы бүгін келді бе эмнеге, кел бүгін келбейм дебе, біз екеуміз. Чарчап кеттім. Оқшашпай ата тоқшайды, Өзіңіз табай қотасыз ба? Кечегіне тойға барып кеч келгем. Кичіне даярдан олайын. Сіз даярдан олыңыз сонда. Намаз оқып алайын бар. Алло, ата. Қаяқтасың? Студияда, ата. Емне телефоныңды албайсың? Намаз оқып отқам. Керекті малдағы чайсың да. Жұмыштарды бүтіріп, маға офиске келші. Іштер бар. Мақұл, ата, азыр.
Не oldu? Dayar болып қалдыңыз ба? Gel Sakal. Başlayalım da otqamız. Машина desең алдыңда машинаң тұрады. Үй desең үстіңде үйің тұрады. Неге саған не жетіспейді? Тілемчідей ол Құдайдан не сұран тұрасың? Жейм не? Өмір бойы ошол буткаңды алайын деп атасың ба? Будка емес алады. Анадың не? Студия кіріп жасқан. Бала, тоқтатшы қаяқтағын дөрі. Сенден башқа да музыканттар жетші. Менің үшін бизнесті қылып атамын. Sen үшін, senin balan için, neverem için kılıp atam. Erten gel, үйренесің барын. Қаяқтағылы бір бұткаңа жабыштың да қалдың. Будка емес ата. Тоқтатшы Былжырабай. Біздің тұқымда ырчы орчылар шыққан емес. Сен жаңаталарың білесің ке болған. Алытты, абыройлы, ел басқарған, ел алдында жүрген адамдар болған. Сен әлі қайдан шыққанын білбей бір музыкаға жабыштың да қалдың. Ата жаратқан маға өріп тұр музыка өнері. Менің қызматымда ел қызматы ол отпай. Бала, сен музыкаң менен елге қызмат қылбайлы қой. Көп башыңды ортпатшы. Ертеңден баштап фирмаға барасың, барын үйренесің. Арқайдан баштап маға жардам бересің. Ұқтың ба? Алло? Қапар. Саламатсыз ба? Алейкум. Ертең менің ұлым Сақтан Беловодскийге барады. Аға барын көрсетіп үйретесің. Мақұл бұл? Зарядкаңарға чейін мен алып келіп бере тұрған болдым ғой. Не болды аншалық шашылыс шақырды? Телефондан айтып қойсаң болбойды беле? Бишінің барын ора қыл. Телефон өшіп қалды. Марат, айылға срочно 4 күн кетіш керек болып атады. Балам қаторып қалыптыр. Мен сілерге қанша жол айтышым керек? Личный проблемаларыңарды ішкі аралаштырып ағыла деп. Сұранам, 4 күн көлі. Енесімін де қосалаттыр. Ошол балаңды міне менден төрі алдың білең. Доғырынасың ғой түмелі. Төрерді мнені ойлана аттың білең. Вообще Жанна, екеуісім не деп сөйлешті керек? Сенің есіңе салып қояйын ба? Жоқ. Сұранам, 4 күн көлі. Балаң үшін берем. Смотри, ана. Алдап кетсе, айылыңдың аянтына асып тұрып, чекеңе шур құя деп тұрып жазып кетем. Мен сені алдадым білем? Вот именно. Алдаған емес. Болғаны шыға ескертіп отам. Бошсың. Бошсың дейм. Марат, ақша бересің бе? Мен сыға ұрсат берген мас келгенсің. Ақша да бершім керек екен де.
Мен процентім бар да. Дәріға ақша керек. Қачан кетесің айылға? Ертең-ертеменен. Хорошо. Бешінді берем. Канан, ты қыздарың айтып қой. Жалдыра отыра бербей, иштешсің. Фестивальға қанша группа барады екен? Қырғызстандан 4 группа, сырттан 3-4 группа. Алар белгисиз кимдер экен. Эң башкысы жакшы выступать этсе экен, уят болбой. Главный приз эмне экен? Эгерде утсак, эмди жылы Турцияда өтө турган түрк элдердин достугу деген фестивалга жолдомо, анан белектерди атышкан. Акча өрбөйт бекен. Сен сессияларың эмне болот? Сессияларды эстетпей турчу. Аны эстеген сайын ыйлагым келип атат. Кыздар, эртең бир жакка барып келбейлиби? Кака? Менин бир жакын досум бар. Эртең анын туулган күнү. Анын туулган күнү болсо, биздин ага кандай тиешибиз бар? Биз барабыз, таанышабыз, бар отуруп эс алып келебиз. Мен пас кыздар. Ошо отурган жерибизге эртең атам келип алсын. Ойлонуп көрүш керек экен. Эртең менин да пландарым бар болчу. Жаман кадаландың го экөөң тең. Мен жүрө деген жериңерге барам го. Кыздар, могу кичинеге кысылган жүрөдөн бытабыкадан чыккылачы кичине. Жигиттер менен таанышып, жетелешип басып дегендей. Мындай почувствуйте себя девушками. Кемпирлерди ол эле үйдө отурасыңар. Наги, биз ойлонуп көрөлү деппи? Кыздар түшүнсөңөр, мен ойлонсом деле, ойлонбосом деле баары бир бара албайм. Это уже ясно. Просто анын достору движение кылган балдар. Таанышасыңар, жакканын чаап аласыңар. Ырларыңарды жаздырып, клиптериңерди тарттырып дегендей. Вообще балдарды колдонгонду билбейсиңер, э? Без них обойдемся. Без них обойдемся деп койбойду. Фестивальга талпактап айлап даярданып жүрүп, утпай калса шагысынат. Көрөм ошондо. Андан көрө. Ырларыңды жаздырып, клиптериңди тарттырып, өз алдынча чыга бериш керек да. Туура? Ар ким өзү билет да. Өлө курсагым ачып кетти деп кой. Жүр тамактанып келбейлиби? Алып бересиңби? Өлө шымшыксың, э? Карачы эмне деген адамдардын убалына калып атасың. Ушул убал эмне экенин билет дейсиңби? Кысатпы? Кир. Милициянын кенже лейтенанты Кылычбеков Кадыр. Бизге жаңы келеттеги молодой сенсиңби? Так точно. Давай, монча этип камерага алып барчы. Анан өзүм сүйлөшүп алам. Так точно.
Алло? Угуп атам. Саламатсызбы, Карина эже? Саламатчылык. Эмне жөнүндө? Мен Рыспайдын Рупалаш кызы. Атым Сайкал. Эстедим, ооба, айткан. Сиз менен жумуш тууралуу сүйлөшсөмбү дедим эле. Инструмент ойнойсуңбу? Ооба. Буга чейин кафелерде иштедиң беле? Жок, мурда иштеп көргөн эмесмин кафеде. Мындай кылчы, эртең кечинде Асарти Бухара деген кафеге келсең? Макул. Ошол жерден сүйлөшөлү. Мээңиз жакшы алыңыз. Алтыным бери керек келчи мындай, отурчу жан эргите ырдай. Олтурсак уктабастан түнү бою, шарактап таң атканча үн басылбай. Шарактап таң атканча үн басылбай. Сайкал. Канча куласаң да кайра туруп камыңгын. Тагдыр айткан жашоо кыйын дебе, бүгүн көргөн күнүң эртең тарых экенин. Жол башта сен узак дебе, жарык өчпөй, жараланган соң чөкпө, туткандырып үмүттүн шамын өчүрбөй жаша. Күч алып камын талбай чегинбе, бул күндү сезип татып алын. Бир күн келет, кайрадан үмүт берет, катылган сырлардын жообун табуу керек. Бир күн келет, колуңа салып берет, кыйналган ал күндөр анан жулуп кетет. Бир күн келет, жараткан өзү берет, көргөн бул күндөргө эгер шүгүр десек. Бир күн келет, биригип баары келет, күтүлбөй келген жакшы күткөнүм бир тууганым билип жүр, баары бир күн келет, көз ачып жумганча кызык жашоо өтүп кетет. Ар бир адамга берилген рызкысы бар, суудай тунук сүйүктүүсү бар. Кадимкидей бул жашоо өзү жомок, жомоктон ар бир адам өзүнүн жолун жолдойт, жаман иштен сак болот. Маңдайга жазылган нерседен артка кайта албайбыз, айланада не болуп турганын деле байкабайбыз. Тилинен мен, тиленген сен, тиленсең баары келет. Эртең жараткан нурун төгүп берет, ойлонуп кадам жасоо керек. Адашсаң жол калба, бенде баары өз колуңан келет. Яу, бир күн келет. Чөккөгүнө эмне себеп? Жашоо бул өтө кыска, биздин белек бактылуулук ортобузда жайнап турсун бардыгын бул өмүрдү. Сабыр жеңет, кайрадан үмүт берет, ишеним кыйын болсо да бир күн баарын берет. Бир күн келет, жараткан өзү берет, көргөн бул күндөргө эгер шүгүр десек. Бир күн келет, кайрадан үмүт берет, катылган сырлардын жообун табуу керек. Бир күн келет, колуңа салып берет, кыйналган ал күндөр анан жулуп кетет. Бир күн келет, жараткан өзү